Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар, және де достарыңызбен, сондай-ақ әлеуметтік желілерде бөлісе отырсаңыздар, қолдауларыңызды күтемін сіздерден. Мен бүгін сіздермен өзімнің жасайтын пельмени және вареники рецепттермен бөліскім келеді. Оларды жаңа мұздатқышта қалай қатыру және қалай сатып пайда табуға болады, мен бөліскім келеді. Ең алдымен осылай 500 грамм картоплды сыртынан тазалап алдым да қайнатып пісіруге қойып қойдым. Сондай-ақ мына жерде менде 500 грамм фарш пен 500 грамм пиязым бар. Енді кәдімгідей 385 грамм суымды алдым. Кәдімгі комнатный температурада кәдімгі суды ала беремін, және де ішіне тұзымды, жұмыртқамды салып, қазір ұн сала отырып қатты қамырлеймін. Қамырларыңыз өте тығыз болып шығады. Осы көлеммен алатын болсаңыздар, мен барлық құрамды описанияда қалдыратын боламын. Осы қамырды кішкене иленкіреп басып, иін қандырып, сосын бір жылы жерге бір жарты сағатқа қоя тұрамыз. Қазір осылай иленген қамырды 30 минутқа жарты сағат жылы жерде қоя тұрамыз. Енді мен жаңағы пиязымды блендерден өткізіп алдым. Осы блендерден өткізген пиязымды осылай кішкене сүзгімен сүзіп, артық суларын шығарамын пияздың. Осылай сығып аласыздар. Сүзгімен немесе марлымен осылай сүзіп алып, фаршыма саламын пиязымды. Енді мен үлкенде ыдысқа аударып салдым бұны, және де тұзымды, бұрышымды және кориандр салдым. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген приправаны салуға болады. Енді осы фаршымызды дұрыстап тұрып, біріккенше, бірдей массаға айналғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонымен пельменидің жаңа начинкасы дайын болады. Енді мына жерде әбден піскен картоплымды алып, картоптың үстіне сары майымды салдым. Сары маймен кішкене екеуін езіп аламын. Сары майым ерігенше, және де қазір тұзымды, бұрышымды салып, бұл жерде де өздеріңіз қалаған кез келген приправаны салуға болады. Мен тек тұз бен қара бұрышымды және сүтімді құя отырып, біркелкі массаға айналдырдым. Әбден жақсылап тұрып езіп аламын. Бұнда бөлек ыдысқа салып, кішкене суығанша қойып қоямын. Міне менің вареникімнің начинкасы осылай дайын болды. Енді мен қазір жаңадан бері қойып қойған қамырымды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, қайтадан дорбаға салып қоямын. Енді мына қалған бір бөлік қамырымды қазір жұқалап тұрып жайып аламын оқтаумен. Міне мен қамырымды жақсылап тұрып жайдым, жұқалап тұрып. Міне мен осындай екі түрлі ыдыс алып келдім. Қазір осындай ыдыстармен кесемін. Біреу үлкендеу, біреу кішілеу. Және міне мен бір ойып алған қамырымның ішіне осылай фаршымды салдым. Шеттерінің бәрін жақсылап тұрып, қолмен қаттырақ басып тұрып жапсырасыздар, ашылып кетпеу керек. Және де шетін осылай біріктірдім, яғни пельменнің формасына келтірдім. Енді екіншісін қазір кішілеу формамен жасап қараймын. Бірақ маған кішілеу болғаннан гөрі үлкендеу болған ұнайтын болғандықтан қалғанның бәрін үлкенімен жасадым. Кішісімен жасап көрдім. Өте уақыттау болып кететін сияқты болды. Сондықтан да үлкендеу форманы қалдырдым. Міне осылай шетін біріктіресіздер. Шеттерін жақсылап тұрып, кәдімгі қолмен қаттырақ басыңыздар. Сөйтіп пельмендерінің бәрін, қазір қамырларының бәрін осылай кесіп алып, осылай пельмендерімді түйіп шығамын.
Міне барлық қамырымды осылай ойып алдым. Енді қазір мен мына жерде енді картоп салып вареники дайындаймын. Вареникеде осылай молынан картопты молынан салыңыздар, шеті жабысатындай қылып, шетіне шығып кетінбейтіндей қылып, бірақ молынан салғандарыңыз жақсы. Және шетін жақсылап тұрып кәдімгі қолмен нығыздап басып жібересіздер. Бұның екі шетін бір-біріне біріктірмеймін, осы күйінде қалдырамын. Міне мен қазір осылайша барлық пельмендерімді және вареникелерімді осылай түйіп тұрып дайындап алатын боламын. Міне менің барлық пельменилерімді, вареникелерімді жасап болды. Мен осындай подносыма пергамент төсеп, осылай вареникемді пельменімді орналастырдым. Қазір мен мұздатқышқа салып тастаймын. Бұлар әбден қату керек. Міне менің әбден қатқаннан кейін осылай дорбама салып қойып қоямын. Кез келген уақытта жұмыстан келгенде дайын пісіре қоюға дайындаған болады. Қолдан жасалған, өзіңізбен өте дәмдірек дүкеннен сатып алғаннан көрі өйстіп жасап қойсаңыздар, кез келген уақытта сіздерге көмекші болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.